Меня лишь потерялся. Потерялся и какой-то крем потерялся. А он там меня смертью уляет. Она была в шахте. Как не надо, не надо. Желудочный пузырь, а мать помогшая достойно. Вау, жатсына бөлігі жұмыс жасамайды. Бәрі қалып кетеді. Менің айтқым келгені только менің командамда 90% потребитель болса да мен платинаның объемында салып отырмын. Әрине оның барлығы деңгейде. Но бірақ мен тоқтатпаймын, әрине өзімде нәтиже болғаннан кейін қазір бірінші денсаулық қой, бизнес екінші өшіреді. Мен ешкімге ақша қыларға жетпеймін. Әрине мені қайталайтын еңбек келеді. Мен үмітімді үзбеймін. Просто қуанып тұрмын қатты. Я вообще Шадар ханыммен кездесіп платинаның объемын жасап жауапты болдым ғой. Содан балам айттым, кеше балам айтқан жоқпын. Пассивге түскен кезде эфирда сұранып кел дедім. Неге алып қалдыңыз ба деп? Жоқ, сұранып кел дедім. Сөйтіп телефон алып, именно сол телефон жағында енді қасымда ешкім болған жоқ. Армандағы айфон 12-ні алып, берген кезінде балам көтеріп алып айналдырған кезде не деген әр ата-ана үшін баласының бақытты болғанын көріп, Алла разы болсын сізге. Сіздің барыңызға шүкір деп айналдырған кезде жаман жыладым қыздар. Еңбегіңіз Айнура, еңбегіңіз. Бала үшін жұмыс жасаңыздар, әлі шығып кетті балам. Кеше 5.000 теңгені айфон алып бердім. 3 миллион кредитім болды. Каспийдің карточкам болмаған. Блокта болған, Народный банкында блокта болған. Осы компанияға келіп, қазіргі таңда табысым 1,5 миллион теңге әр ай сайын. Құтты болсын. Кредиттен болды 3 миллион. Қазір басында бір кредит жоқ. Бірінші самолетқа мініп Ташкентке бардым. Өмірімде самолетқа мінбегенмін. Наурызға Сарыағаш қаласына бара алмайтынмын. Әкемді барып 5.000 теңге күніне қапам білетін маған обращение жасады. Мен барайшы, біздің үйдің қасындағы үлкен кісілер барып жатыр екен Сарыағашқа. 10 күнде барайын, көтеріп алып келе аласың ба? Барып жатып қайтайын. Лай ма біріне бар екен ғой Сарыағашқа. Онда 5.000 теңге тауып бере алмағанмын. Ал қазіргі таңда қалаған жерімнен қалаған затымды алып жүрмін. Просто менің айтқым келгені жұмыс жасаңыздар. Действительно продукция жұмыс жасайды 100%. Менің псориазым кетті ғой, менің хорошо псориаз ағам, сол псориаздан қайтыс болды. Псориаздан адам қайтыс болады деген кім сенеді? Әрбір химикатты беріп, 76 жылғы адам қазір 6 баласы жетім қалды, былтыр қайтыс болды. 44 килограмм салмақ тастады, бауыр отказ берді. Мына бауыр деген нәрсе до конца отказ болмайынша знак бермейді екен. Бүйрек ауырса, приступ береді ғой, ауыратын жерімізді білеміз, асқазан қышылдайды. А вот именно бауыр бермейді екен. Ағам шынан қайтыс болды псориаз. Біз рожденный псориаз. Біз 5 ағайындымыз, сол 5 ағайында менің ағамда болды. Содан қатты қорқып мен ізденіп шақырды ойын таптым ғой. Алла тағала ізденген адамға всегда береді. Мен соны айтқым келеді. Только үміттеріңізді үзбеңіздер. Рахмет.